сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып менің мысығым ақ. Моя кошка белая. Жаңа сөздер. Қалай, как, мұрт, усы, тырнақ, ногти или когти, тырнайды, царапается. Мынау мысық. Мынау мысықтың мұрты, мұрт, усы. Мынау тырнағы, это когти. Мынау тырнағы. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар. Қайталаймыз, повторяем. Қалай, как, мұрт, усы, тырнақ, ногти, когти, тырнайды, царапается. Балалар, қайталайық, повторим. Мы с вами это проходили и сейчас закрепляем. Қайталайық. Мысық, мысығым, тырнақ, тырнағы. Менің мысығым. Притяжательная форма окончания. Моя кошка. Сенің мысығың. Твоя кошка. Оның мысығы. Его кошка. Сенің мысығыңның түсі қандай? Какой цвет у твоей кошки? Менің мысығымның түсі қара. Цвет моей кошки черный. Ребята, еще раз повторим, да? Что если слова заканчиваются на глухие согласные «к», «к», «п», при прибавлении окончания с гласной «о» или же мягкая форма, то эти буквы озвончаются, да? К превращается в Х, К превращается в Г, П превращается в Б. Мысық, мысығы, тырнақ, тырнағы. Жақсы балалар, келесі. Тыңда, қайтала, оқы. Тыңда, слушай. Қайтала, повторяй. Оқы, читай. Мынау менің, мынау сенің мысығың. Сенің, твой, твоя, твое. Сенің мысығың, твоя кошка. Мысықтың түсі қара. Цвет кошки черный. Көзі жасыл. Глаза зеленые. Оның мұрты бар. У него есть усы. Тырнағы ұзын. Когти длинные. Сенің мысығың тырнайды. Твоя кошка царапается. Ребята, новые слова. Тырнайды, царапается. Мұрты, усы. Его усы. Енді, балалар, мына сұраққа жауап берейік. Ребята, мы знаем, да, что вопрос задается всегда во втором лице. А мы отвечаем всегда от себя, то есть от первого лица. Мынау кімнің мысығы? Чья это кошка? Вы отвечаете, это моя кошка. Мынау менің мысығым. Мысығым. Моя кошка. Сенің мысығыңның түсі қандай? Какой цвет твоей кошки? Отвечаем от первого лица. Менің мысығымның түсі қара. Или выбирайте любой другой цвет. Ақ, сары и так далее. Мысықтың мұрты бар ма? Иә, мысықтың мұрты бар. Мысықтың тырнағы қандай? Мысықтың тырнағы ұзын. Сенің мысығың тырнай ма? Царапается ли? Можно ответить, я. Менің мысығым тырнайды. Или же, жоқ,
менің мысығым тырнамайды. Жақсы балалар, потренируйтесь задавать вопросы и отвечать на них. Жақсы балалар, келесі. Жазылым, письменная работа. Суреттің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Вместо рисунка подставь слова. Мысықтың түсі, цвет кошки. Посмотрите, какой цвет кошки? Қандай? Какой? Черный, дұрыс. Как будет черный? Қара. Хорошо, жақсы. Мысықтың что есть? Мысықтың бар. А что? На что показывает на рисунке? Усы. Правильно. Вы должны правильно написать. Следующее, третье. Мысықтың что? Ұзын, длинные у кошки. Жақсы, у вас получится 3 предложения. Үш сөйлем жазасыңдар. Келесі. Айтылым. Мәтіндегі сенің деген сөзді менің деген сөзбен ауыстыр. Прочитай текст так, чтобы вместо второго лица сенің ты прочитал, поставил вместо имени первого лица менің. И у тебя получится, что ты текст читаешь от первого лица. Оқимыз. Мынау сенің мысығың. Это твоя кошка. Сенің мысығың қоңыр түсті. Твоя кошка коричневого цвета. Көзі көк. Глаза синие. Сенің мысығың тырнайды. Твоя кошка царапается. Жақсы балалар, как я только что объяснила. Вот үлгі, пример. Посмотрите на үлгі. Мынау менің мысығым. Значит, первое предложение мы поменяли на первое лицо. Было мынау сенің мысығың, стало мынау менің мысығым. Точно таким же образом вы читаете текст от первого лица. Не забывайте менять не только местоимение сенің на менің, но и что? Окончание притяжательной формы. Вы знаете, какое окончание притяжательных форм в первом лице? Правильно, ребята? Правильно. М, ым, м. Жақсы балалар, сабақ түсінікті болса, ребята, если все вам понятно, тапсырманы орындаймыз, выполняем задание. Сау болыңдар балалар.